Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бенто торт дайындаймыз. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Ең алдымен жұмыртқаны ағуызда құмшекер қосып, миксермен 2 есе көтеріліп, аппақ болғанша араластырамыз. Осылай аппақ болып, төңкергенде ақпайтындай өз формасын жақсы ұстап тұру керек. Сарыуызына да құмшекер қосып, миксермен ағарғанша араластырамыз. Енді сарыуыз бен ағуызды қосып біріктіреміз. Осылай төменнен жоғарыға қарай араластырып отырамыз. Бұл жерде миксерді қолдануға болмайды, тек қаспен немесе осындай күрекшенің көмегімен араластырамыз. Енді ұн мен разрыхителді електен өткізіп, осылай төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Тестамыз дайын, осындай қоюлықта болу керек. Енді тестаны видеодағыдай пергамент қағазға біркелкі етіп жайып, 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен соң осындай көлемді ыдыспен кесіп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Салқын сілекейге құмшекер немесе сахарный пудраны қосып меселейміз, немесе басқа да кремдерді қолдансаңыздар болады. Барлығы дайын. Енді тортымызды жинастырамыз. Кремді мен осылай 2 түрлі түске боядым. Сіздер өз қаларыңыз бойынша әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндедім, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап, іштеріңізді қуантыңыздар. Видеомды лайк басып арнама жазылып кетіңіздер.